Тұрмын ба? Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Менің тақырыбым шет тілдерін үйретудегі шет тілдерді ойын арқылы меңгеру. Мен өзіме 8-ші сыныпта алдым. Жалпы жылға 24 сағат. Негізгі бұл авторлық бағдарламаның мақсаты балаларға ересектерге, яғни тілді жеңіл меңгерту. Қазіргі кезде бұның шешімі классикалық әдістер көбінесе жаттауға негізделеді. Оқушылар тез жалығып кетпеу үшін барлық сабақты жеңіл түрде өту мақсатында іс жүзінде қолдану үшін осы тақырыпты алып, соны жеңілдету мақсатында жасаған бағдарламам еді. Бұны 4 бағытта алдым. Ойын балалардың тілін дамыту маңызды құралы. Балалар ойын арқылы сөздерді үйренеді, сөйлеу дағдысын қалыптастырады. Ойын арқылы баланың танымдық және шығармашылық қабілеттері дамиды. Ойындар балаларға ағылшын тілін үйренуге тез көмектеседі деп алған едім. Жоқ, бұны жібере бер болды. Негізі ойынның балалардың тілін дамытуға әсері, ойындар балаларға жаңа сөздерді үйретіп қана қоймайды, оларды бір-біріне қарым-қатынас таратуға мүмкіндік береді. Яғни бұл авторлық бағдарламаның негізгі қорытындысы, ойын бұл тіл үйренудің қуанышты әрі тиімді әдісі. Балалар ойын арқылы білім мен дағдыларын игеріп, ағылшын тілінде еркін қарым-қатынас жасайды деген түйіндеме түйгім келеді. Сонымен қатар авторлықпен қоса мен өзімнің әдістемелік құралымды алған едім. Яғни оның тақырыбын ағылшын тілін оқытуда оқушылардың сөйлеу дағдысын қалыптастыру мақсатында әдістер мен жаттығуларды пайдалану. Ұстаз, үйретуші және білім көзі емес, үйрену процесін ұйымдастырушы, менеджер, үйренуге жағдай жасаушы. Бұл ұстанымын шәкірт өздігімен үйрену керек деп қалыптастырып айтып кеткендегідей, ағылшын тілін негізгі мақсаты оқушыларға тіл үйрету болғандықтан жұмыс сөз үйрету болып табылады. Бұл әдістемелік нұсқаулықта мұғалім оқушыларға грамматикалық тапсырмаларды түрлендіріп беру қажет, мазмұнды суреттермен жұмыс ұйымдастыру қажет, оқушыларды топқа бөліп өзара сөйлестіру қажет, және де сонымен бірге белгілі бір тақырыпта берілген әңгімені жалғастыру қажет деген түйіндемеге келдім. Ойымды қорытатын болсам, қазіргі таңда жаңа ақпараттық технологияларды оқушылардың ағылшын тіліне деген қызығушылығын арттыру құралы ретінде қолдану өте тиімді. Жаңа ақпараттық технологияларды енгізе отырып, оқушыларды жаңа грамматиканы, болмаса тағы да басқа шығармашылыққа үйрету мақсатында ойын түрінде жеңілдетіп өтсек деген ұсыныс тастағым келеді сіздерге. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.